Дебат мен үшін ол ізденушілік, дебатта барлығы сен іздеген ақпаратына, аргументтеріне байланысты. Дебат ол мен үшін достық, себебі біз дебатта топпен жұмыс жасау қабілетімізді жақсартамыз. Және де дебаттың негізгі мақсаты біздің қарсылас екенімізді тек ойында ғана көрсету болып табылады. Ал біз өмірде, яғни бәріміз доспыз. Дебат ол менің өмірім деп айтсам болады. Дебат ол нағыз білгірлердің сайысы, және дебатта нағыз шебер жеңіп шығады. Дебат мен үшін көпшілік алдында өз ойыңды білдіріп жеткізу. Дебатты әрбір зияткер оқушы ойнау керек, себебі дебат оқушыларды таным көкжиегін кеңейтуге, көпшілік алдында еркін ойын жеткізуге және аргументті түрде дәлелмен сөйлеуге тәрбиелейді. Оппозиция. Ойындарға жолдама алған үкімет фракциясы. Финалистер финалға қалай дайындалып жатыр екен, бірге көрейік. Жартылай финал ол өте қызықты болды, және де біздің әріптестеріміз де өте жақсы дайындалған еді. Әрине финалға жолдама алу әрбір дебат ойнаушының өзінің арманы болып табылады. Енді біз финалға жолдама алдық, сол себептен біз қуаныштымыз. Финалға дайындық өте қызық өтіп жатыр. Біз досым екеуміз өте көп аргументтерді таптық және контраргументтерді де қосып жинап жатырмыз. Бізде де финалға дайындық өте жақсы жүріп жатыр. Енді кім қатты дайындалса, сол жеңеді деген ойдамын. Және екі топқа да сәттілік тілеймін. Ертеңгі финалдық ойындарда оқушылар өте үздік нәтижемен ойнайды деген үлкен сенімдемін. Оқушыларға сәттілік. 0,5 мен 1,5 фракциясы жеңіске лайықты. Біз АГАЙО фракциясы 0,5 мен 1,5 фракциясын екінші орынмен құттықтауға әрқашанда дайынбыз. Шымкент қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінде үстіміздегі оқу жылының екінші жарты жылдығынан бастап қазақ тілі мен әдебиеті пәні бірлестігі жанынан оқушылардың зият дебат клубы өз жұмысын бастаған болатын. Клубтың мақсаты өз ойын еркін жеткізуге дағдыланған зияткерлердің енді кезекте спикерлік қабілетін арттырып, аргументтерге сүйеніп сөйлеуге үйрету. Ал миссиясы әлемдік аренадағы жаһан азаматын тәрбиелеу. Клуб ұйымдастырушылары мұндай мақсатқа алда болатын қалалық, облыстық, республикалық дебат сайыстарына балаларды қатыстырып, бабын келтіру арқылы жетуді көздейді. Әр апта сайын таңғы жиын уақытысында 8 сынып оқушылары американдық парламенттік форматта дебатты ойнауды үйренді. Түрлі тақырыптарда пікір алмасып, өз позицияларын берік қорғай білген кіл-мықтылар жартылай финал кезеңдеріне жолдама алды. Жылдың қорытынды ойыны финалдық сайыста АГАЙО және 0,5 мен 1,5 фракциялары үздік фракция кубогы үшін бақ сынады. Бұл палата экономикалық дамуға қарағанда рухани даму маңыздырақ деп есептейді деген қарарды үкімет фракциясы жақтаса, оппозиция жағы экономикалық дамудың басымдығын барынша дәлелдеуге тырысты. Ойыншылардың ойынына ұстаздармен бірге мектебіміздің 2016 жылғы түлегі үздік спикер атанған шәкірт Лесна Зерке мен республикалық турнирлерде топ жарып жүрген дебат ойыншылары төрелік етті. Аса тартысты өткен ойында Қазылар алқасының шешімімен 0,5 мен 1,5 фракциясы осы ойынның және жылдың үздік фракциясы атанды.